Елімізде несие беру талаптары қатаңдат, енді қарыз алушының борыш жүктемесіне қойылатын шек 2 есе қысқарып, ай сайынғы төлем мөлшері табыстың ширегінен, яғни 25%-нан аспау тиіс. Бұл реформаның басқа да маңызды тұстарын елордалық әріптесім Үсен Астана тарқатып айтады. Талап қатаңдаса, бір несиен екіншісімен жауап жүрген жұрт қинала ма, әлде кіріс жинала ма? Ағай несие алу тәртібі өзгерген білсе де, қалай қайда кімге әсер ететінен бейхабар. Сондықтан жаңа енген несие тәртібін түгендеп шығайық. Банктен қарызға қаражат алғысы келетіндер енді жанама табысын миллиондап жазып, қалтасына қыруар қызыл ақшаны баса алмайды. Тіпті сарапшылар осы себепті банкке қарыз болатындар көп дейді. Мысалға, менің жалақым 500 мың теңге болатын болса, менің банктың алдында мысалға несие төлемім 150 мың теңге болатын болса, банктер 350 мың теңгесі оның қалтасында қалды деп есептей береді. Ал ол жерде мысалы ол рассрочка алып 5-6 жерден рассрочка алатын болса, жаңағы 350 мың теңге соны жабуға кетіп жатады, бірақ банктер білмейді. Сөйтіп ең аяғында мынау бір күннен емес 30 күннен астам 90 күнге дейін банктердің алдындағы берешегін төлей алмай жүрген азаматтардың саны осындай бір қарапайым қаржы сауатсыздықтың болмауына байланысты, немесе бір заңды айналып кетуге байланысты болатын факторларға байланысты болып жатыр. Жаңа шектеу тек нақты сандарға негізделген. Бұдан былай зейнетақы қорындағы соңғы салымдарыңыз ғана несие алуға әсер ете алады. Қараша тағы бір ережені есте сақтау керек. Жаңа талаптар бойынша борыш жүктемесінің коэффициенті қатаң тексеріледі. Егер сіздің ай сайынғы несие төлеміңіз ресми табысыңыздың 50%-нан асып кетсе, банк сізге жаңа несие беруден бас тартады. Мәселен, сіздің жалақыңыз 200 мың теңге болса, ай сайын төлейтін несиеңіз 90 мың. Одан бөлек бөліп төлеу әдісімен алған затыңыз үшін тағы 20 мың теңге қосылды дейік. Сонда бәрін қосқанда сіздің айлығыңыздың жартысынан астамы кредитке кетеді. Демек, сізге банк несие бермейді. Және де кімдерге бұл тыйым салынады. Кредит бойынша 30 күнге кешіккен адамдар, ал микрокредит бойынша ол 1 күнге кешіккен адамдар. Бұның барлығы халықаралық стандартқа сәйкес жасалып отыр. Сонымен қатар тағы бір категория бұл қатарға кіретін, бұл соңғы 36 айдың ішінде, яғни 3 жылдың ішінде 25 жылдың 1 шілдесінен бастап жаңағы екі рет кредитін 2 рет төлей алмаған адамдар үшін қайтара алмаған. Сонымен қатар ол соңғы 12 айдың ішінде өзінің қарызын қайта құрылымдаған азаматтар, жаңағы қарыз алушылар кіреді. Ал сарапшылар енді қарыз беретін кішігірім ұйымдар көбейіп, бір-біріне несие алып беру көбейеді дейді. Ломбардтардың несіне көбейеді, саны көбейеді, халық сол ломбардтарға бара бастайды. Сонан кейін әртүрлі қазір осыған байланысты бейресми ұйымдар пайда болады. Қарызға беретін бейресми ұйымдар болады. Мысалы, ауылдық жерлерде, қалалық жерлерде де күнделікті бір нәрселерді алу үшін ол сол туысқандарға жүгіне бастайды. Ал басында бірнеше несиесі болса да, халық жаңа ережені құп көріп отыр. Ол дұрыс қолдаймын, бірақ жеңілдік, бірақ кредит мен ләжі болса, халықты кредитке жолатпаудың әрекетін жасайтын ем. Әркімнің өзінің шамасына қарағанда беру керек та, банктер, микрозайм болсын, басқа болсын. Ол негізі дұрыс нәрсе. Қысып тастау керек оның бәрін. Халық жұмыс істеу керек қой. Ол еңбекпен тапқан ең жақсы керемет нәрсе. Егер осы жылы ипотека немесе автонесие алуды жоспарлап жүрсеңіз, қарыз жүктемесін азайтып, несие тарихын реттеу қажет. Сондай-ақ жаңа қаржылық талаптарға сай болу үшін жұмыс берушімен табысты ресмилендіріп, зейнетақы аударымдарындағы тұрақтылықтың маңыздылығына мән беру керек. Үсен Астана, Бағлан Жанғозин, Алмас Жылубаев, Астана Таймс.